Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында өте дәмді әрі әдемі үгілмелі печенье дайындаймыз. Үйдегі бар заттармен дайындалады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне қант ұнтағын, бөлме температурасындағы еріген сары майымызды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Араластырып дайындап алдық. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды осылай таразымен немесе көз өлшемімен теңдей екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Бір бөлігін қалдырып, екінші бөлігіне біраз қасық какаомызды қосып, барлық қамырымызға жететіндей етіп, қамыр илеп аламыз. Мінекей қамырымызды дайындап алдық. Енді әр қамырымыздан 3 бөліктен етіп, осылай кішкентай бөлікке алып, шариктеп алатын боламыз. Ақ қамырдан 3 дөңгелек етіп, какао қосылған қамырымыздан 3 бөлік етіп, дөңгелектеп алдық. Енді барлығын осылай қосып, қолымызбен 1-2 рет домалатып жібереміз. Сол кезде әдемі пішінге келеді. Енді келесі қамырлардың барлығын дәл солай етіп, дөңгелектеп алып, барлық қамырымызды қосып, әдемі пішінге келтіріп аламыз. Мінекей осымен барлық печеньелерімізді дайындап алдық. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей осымен біздің өте дәмді, өрнекті печеньеміз дайын болды. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны алса каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.